Мен Исин Дәулет Қалықұлы, МММ кафедрасының профессоры. Бүгін лекцияны жалғастырамын. Бүгінгі лекцияның тақырыбы металдар мен қорытпаларды алудың үдемелі тәсілдері. Дәріс жоспары: алғашқы конвертерлік процестер, екінші оттегілі конвертер, үшінші конвертерлік процестердің алуан түрлілігі, төртінші тема конвертер конструкциясы, бесінші конвертерді шегендеу, алтыншы конвертерлік өндірістің шықты материалдары, жетінші конвертерлік балқыту технологиясы. Жалпы мәліметтер: металдар мен қорытпаларды алу үшін әр түрлі тәсілдерді қолданады. Темір металы негізіндегі қорытпаларды өндіруде электрдоғалы пештері және конвертерлер қолданыс алып отыр. Осылардың ішінде конвертерде болат алуды үдемелі тәсілі деп атауға болады. Бұл әдістің еңбек өнімділігі өте жоғары. Болат балқудың ұзақтылығы 30-45 минуттың ішінде өтеді. Ал электрдоғалы пештерінде болатты балқытып алу үшін көбірек уақыт керек. Бессемерлік процесс. Бессемерлік процесті Бессемер 1856 жылы ұсынды. Болатты өндірудің осыған дейін болған тигілдік тәсілі дамып келе жатқан темір жол құрылысының, кеме құрылысының және машина жасаудың қажеттіктерін қанағаттыра алмады. Әдістің мәні сұйық шойынды конвертерде ауамен үрлеуден тұрады. Үрлеу кезінде оттектің әсерінен шойын қоспалары кремний, марганец, көміртек едәуір жылу мөлшерін бөліп тотығады. Сонымен бірге қоспалардың мөлшері азаяды және алынатын болатты қыздыру үшін жеткілікті металл температурасы шығару температурасынан дейін 1600 градус Цельсия бойынша жоғарылайды. Тұрқысы болат қаптама, отқа төзімді кірпішпен шегенделген. Конвертер шегені қышқыл динос кірпіші. Шегенделген түбі ауа беруге арналған соплалармен жабдықталған. Соплалар жеке отқа төзімді шамоттық шеген кірпіштерде орындалған. Процестің негізгі кемшіліктері: металл сапасының жоғары болмауы, онда үрлеу көзінде жойылмаған зиянды қоспалардың, фосфордың және күкірттің болуы. Бессемерлік шойынды қорыту үшін табиғи қорлары шектелген. Күкірт пен фосфор мөлшері бойынша өте таза темір рудасы керек. 1878 жылы Томас бессемерлік конвертердің қышқыл шегенінің орнына негізгі шегенді қолданды, ал фосфорды байланыстыру үшін әктасты пайдалануды ұсынды. Томас процесі жоғары фосфорлы шойынды қайта өңдеуге мүмкіндік берді және көптеген кен орындарының темір рудасында фосфор мөлшері бар көп елдерде Бельгия, Люксембург және тағы басқаларда таралған. Алайда томастық процестің де айтарлықтай кемшіліктері бар. Олардың ең бастысы онда азот мөлшерінің жоғары болуы салдарынан сапасының төмендеуі болып табылады. Томастық болаттың жоғары морттылығы және ескіруге бейімділігі оның қолданылу саласын шектейді. Томастық болат сортаментін кеңейту үшін осы процестің металл морттылығының азаюын және оның ескіруге бейімділігін қамтамасыз ететін жаңа технологиялық нұсқалары
әзірленген болатын. Тонустық өндіріс практикасында фосфордың мөлшерін азайту 0,015%-ға дейін үшін қосарлы қождақ жұмыс істеу, азот мөлшері төмен болатты алу үшін 0,01-0,035%-ға дейін түбі арқылы оттекпен байытылған ауамен үрлеу және түбі арқылы оттек бу және оттек көмір қышқыл газы қоспаларымен үрлеу қолданыс тапты. Тонустық өндірісті әрі қарай жетілдіру түбінен оттекпен үрленетін жоғары фосфорлы шойынды қайта балқыту тәсілдерін құруға әкелді. 20 ғасырдың 70 жылдарында бессемерлік және тонустық процестер оттекті конвертерлік процеспен ығыстырылды. Оттекті конвертерлерде шойынды үрлеу техникалық таза 99,5%-дан кем емес оттекпен жоғары үрлеуші арқылы жүзеге асырылады. Бұл азот мөлшері төмен болатты алуға мүмкіндік береді. Әдетте оттеглі конвертер шегені негізгі болады. Конвертер жоғарғы жағы ашық алмұрт түріндегі немесе цилиндр пішінді ыдыс, жоғарғы тесік мойын арқылы болат сынығы беріледі. Сұйық шойын құйылады. Оттеглі үрлеуіш енгізіледі және үрлеу жүргізіледі. Үрлеудің басталуы мен бір мезгілде 3-2 қож түсетін қоспа, бокситі немесе балқыту шпаты бар әктас енгізіледі. Қоспалардың қалған мөлшері үрлеу барысында оның ұзақтығының 1/3 ішінде енгізіледі. Қоспалар конвертер тоқталмаған үздіксіз режимде арнайы транспортерлер бойымен шанаптардан тиеледі. Балқыту барысында материал температурасы 1250-1400 градустан, сұйық шойын температурасы 1600-1650 градусқа, дайын болат температурасы дейін көтеріледі. Температура сырттан химиялық энергия келтірілместен көтеріледі. Жылу шойын қоспаларының, көміртегінің, кремнийдің, марганецтің, фосфордың және темірдің тотығуы нәтижесінде бөлінеді. Қоспалардың тотығуы кезінде бөлінетін жылудың жалпы мөлшері болат пен қожды қажетті температураға дейін қыздыруға мүмкіншілік береді. Әдетте артық жылудың орнын толтыру үшін 25-30%-ға дейін болат сынығын енгізеді. Осы мақсатта темір рудасы 8%-ға дейін сирек пайдаланады. Салқындатқыш түрінде агломерат, шекен тастар, әктас, доломит сынды материалдарды пайдалану мүмкін болады. Көміртек тотыққан кезде көп мөлшерде түзілетін көміртек оксидтері СО, СО2 газдық фазаға бөлінеді және конвертер мойыны арқылы газ тазарту жолына кетеді. Кремний, марганец, фосфор, темір оксидтері қожды қалыптастыруға қатысады, ал олардың бір бөлігі басты түрде темір оксидтері феррум 2O3 газбен бірге шаң түрінде 280 грамм кубометрге дейін жойылады. Сондықтан конвертерлік газды тазартуға жібереді. Тазартылған конвертерлік газдың құрамы СО85-90, СО2-814, 02 кислород оттегі, азот газдың жану жылылығы жоғары 9,5-10 мегаджоуль метр кубқа. Конвертерлік газдың шығуы 150-150-ге дейін барады. Шығуының мерзімділігі оның пайдалануының қиындатады. Конвертерлік процестердің алуан түрлілігі. Осы тақырыпты арнайы жалғастырайық. Қолданылатын шегенге байланысты конвертерлік процестер
қышқыл немесе негіздік болуы мүмкін. Пайдаланатын газға байланысты олар ауалы, оттекті және аралас үрлеуде болуы мүмкін. Үрлеуді келтіру тәсілдері алуан түрлілігімен ерекшеленеді және ол берілу тәсіліне қарай топтарға біріктірілуі мүмкін. Біріншіден, жоғарыдан үрленетін сумен салқындататын үрлеуіш арқылы. Үшінші, төменнен үрленетін арнайы құрылғылардың көмегімен түбі арқылы. Төртінші, аралас үрленетін газдарды жоғарыдан және төменнен бір мезгілде беру. Оттекті конвертерлік процестің сол немесе басқа нұсқаларының артықшылықтары мен кемшіліктері талдау түрінде көрсетілген. Төменнен үрленетін конвертерлерді пайдаланудың жинақталған тәжірибесі осы технологияның келесі ерекшеліктерін атап көрсетуге мүмкіндік береді. Біріншіден, оттектің батыраңқы берілуі және ваннаның жақсы араласуы үрлеуді өте қарқынды жүргізуге мүмкіндік береді. Темір рудасы мен ізбесті суыту үшін пайдалану кезінде үрлеудің өзінің ұзақтығы әдетте 7-8 минут. Ал металл сынығын және руданы пайдалану кезінде 10-12 минут құрайды. Түбінен үрленетін конвертерде балқыту жылдамырақ болатындықтан сәйкесінше конвертердің өнімділігі ұлғаюы мүмкін. Есептеу бойынша 5%-дан жоғары. Сонымен бірге жоғары өнімділікке түбінің тұрақтылығы жоғары болғанда ғана шегеннің тең төзімділігі болғанда қол жеткізілуі мүмкін. Екіншіден, дұрыс ұйымдастырылған технология жағдайында сұйық болаттың шығуы жоғарыдан үрлеуге қарағанда балқыту шаңын шығарудың азаюы және қождағы темір мөлшерінің төмендеуі нәтижесінде түбінен үрлеу кезінде біршама жоғары болады. Төменнен үрлегенде үрлеу ұзақтығы аз, конвертердің меншікті көлемі аз. Сәйкесінше жылудың бос шығындары, яғни қыздырылған жұмыс күйінде шегенді ұстап тұруға кететін жылу шығындары төмен. Сонымен бірге түбінен үрлегенде пайдаланатын газдармен бірге көп жылу жоғалады. Қорғаныш газ көмір сутектерінің қызуымен және ыдырауымен байланысты жылудың шығындары ұлғаяды. Жалпы алғанда жоғарыдан үрлеуге қарағанда түбінен үрлегенде жылу шығындары біршама жоғары болып шығады. Сондықтан түбінен үрленетін конвертерде қайта өңдеуге болатын сынық мөлшері жоғарыдан үрленетін конвертерге қарағанда біршама аз болады. Жоғарыдан оттекпен және төменнен инертті газдың шағын мөлшерімен аралас үрлеу тәсілі аса қарапайым және тиімді тәсіл болып шықты. Ол анағұрлым кеңінен таралған. Мұндай технология бірқатар технологиялық артықшылықтарды иеленеді. Атап айтқанда, ол мыналарды қамтамасыз етеді. Біріншіден, ваннаға араластыру және оның құрамын теңестіру. Металл мен қож арасында тепе-теңдікке жақындату. Үшіншіден, қождағы темір мөлшерін төмендету. Нәтижесінде жарамды мөлшердің шығуын арттыру. Төртіншіден, оттек шығынының төмендеуі. Себебі темірдің тотығуына жұмсалатын оттектің мөлшері азаяды. Бесіншіден, газ көпіршіктерінің флотациялық әсері салдарынан металл емес қосындылар мөлшерінің төмендеуі. Алтыншыдан, араластыру қарқындылығы жоғарылағанда жақсы қож түзілуі салдарынан конвертерде тиелетін
ақтастың егерілуін жақсарту, сондай-ақ флюстер, мысалы балқыту шпаты шығынының азаюы. Конвертер конструкциясы. Оттекті конвертерде ваннаның үрлеуді оттекпен үрлеуіш арқылы жүзеге асырады. Оны конвертердің осы бойымен жоғарыдан енгізеді. Балқыту процесін басқаруды негізінде үрлеуіштің орнын және оттектің қысымын өзгерту арқылы жүргізеді. Конвертерлердің сыйымдылығы 160-тан 400 тоннаға дейінгі кең аралықта өзгереді. Қазіргі заманғы конвертердің құрылысында цилиндрлік ортаңғы бөлігін, центрлес мойнын, кесілген конус түрінде және сфералық түбін ерекшелеуге болады. Оттекті конвертер ваннасының көлемі және барлық негізгі параметрлері үрлеу қарқындылығын есепке алғанда оның сыйымдылығымен анықталады. Жобалау кезінде шихтаның құрамын, қабылданған үрлеу технологиясын, лақтырындылар ықтималдығын, түзілетін қож массасын және металл мен қождың бүкіл массасын сыйдыру және ваннаның оңтайлы өлшемдері, диаметрі және тереңдігі және тағы басқалары болу қажеттілігін есепке алады. Әдетте конвертер тұрқысының түбі саңылаусыз пісірме конструкциялы болады. Түбі саңылаусыз да, қайырмалы да, алмалы-салмалы немесе ендірмелі болуы мүмкін. Қайырмалы түбі бар конвертерлерді жөндеу оңай. Себебі түбін қайырғанда шеген жылдамырақ салқындайды. Сонымен қоса қайырмалы түбінің тұрқысыз шегенін ғана айырбастау мүмкін болады. Конвертер тұрқысы тіреуіш шығыршыққа салынады да сонда бекітіледі. Конвертер конструкциясын әзірлегенде сұйық металы бар ыдыстарға қойылатын негізгі талап кез келген көлбеу бұрышта олардың орнықтылығын қамтамасыз ету. Яғни қозғалтқыштар жұмысында олқылықтар болғанда алғашқы қалпына қайту мүмкіндігі есепке алынады. Ол үшін конвертерлерді кез келген бұрышқа бұрғанда төңкеру моменті оң болуы қажет. Сонымен бірге айналу жетегі қозғалтқыштарының қуаты минимум болатындай максимум төңкеру моментін мүмкіндігінше азайтуға тырысу керек. Жинақтаушы жабдықтары бар сыйымдылығы 300-350 тонналық конвертердің массасы 1200 тоннаға тең. Конвертер тұрқысының алмалы-салмалы қатты мойыны және ауыстырылатын көмкеруші ернемегі бар ағын өзегі болады. Конвертерлерді шегендеу. Оттекті конвертерді шегендеу бір қатар бұзылу әсеріне түседі. Оларға шихтаны тиеу кезінде шегендеуге әсер етуден тұратын механикалық әртүрлі өлшемді және құрамды қатты әрі сұйық бөлшектерді таситын үлкен жылдамдықпен қозғалатын газ ағынының жемірлі әсері, қозғалатын балқыпаның шаймалаушы әсері, құрамы бойынша әртүрлі қож, балқытпалар, балқыту шаңы, қож түзуші материалдарды шегендеуге химиялық коррозиялықтар енетін әсер. Технологиялық операциялармен байланысты температуралардың күрт ауытқуы салдарынан термиялық әсерлер, сондай-ақ жұмыс кеңістігінің бетінде температуралар таралуының бір қалыпты еместігі жатады. Конвертерлік отқа төзімділер келесі негізгі талаптарға жауап беруі тиіс. Біріншіден,
металға және қожға жоғары төзімдікті және термиялық төзімділікті иелену. Екіншіден, жоғары механикалық беріктігі және жоғары температураларда балқытпалар мен шихта материалдарының үйкелу әсеріне кедергісі болуы. Үшіншіден, термиялық кеңеюдің біршама төмен коэффициентін иелену, тапшы болмауы және біршама төмен құны болуы. Шеген конструкциясы көбінесе болатты балқыту технологиясының нақты шарттары мен отқа төзімді материалдар сапасы мен оттекті беру режимі мен және жұмыс кеңістігі өлшемдерінің қатынастары мен анықталады. Конвертер шегені әдетте әртүрлі отқа төзімді материалдардың бірнеше қабатынан тұрады. Біріншіден, конвертер қаптамасына жанасқан қабатты күйдірілген жоғары сапалы отқа төзімді материалдардан магнезитті, периклаз шпинелитті немесе хром магнезитті кірпіштен жасайды және 115-230 мм қалыңдықпен салады. Тұрқы қаптамасы мен кірпіш арасындағы саңылауларды периклазды ұнтақпен толтырады. Әдетте арматуралық қабатты бірнеше компания ауыстырмастан ұстайды. Екіншіден, металл мен қожбен және газдармен тікелей жанасатын жұмыстық қабаттан тұрады. Қазіргі уақытта бұл қабатты күйдірілмеген отқа төзімдерден шайырлы немесе пекті байланыспен орындайды. Үшіншіден, арматуралы қабат сирек ауысатын, қаптама және жұмыстық әрбір компаниядан кейін ауысатын қабатты арасында орналасқан аралық қабат. Аралық қабатты әдетте шайыр доломитті массадан жасайды. Қазіргі уақытта арматуралы және жұмыстық қабаттан тұратын екі қабатты шеген пайдаланылады. Өте ауыр жағдайларда жұмыс істейтін мойын шегені үшін төзімділігі жоғары шайыр доломитті немесе магнезит хромитті отқа төзімділерді қолданады. Түп шегені бейінінің сфералық немесе жазық пішіні болуы мүмкін. Барлық жағдайларда металл қаптамаға қаңылтыр асбесті және күкіртті қышқыл магнезиядағы периклаз массасының немесе шайырлы біріктірмедегі доломит массасының тегістеуші қабаты салынады. Массаға периклазды кірпіш төселеді. Жұмыстық қабат периклаз қосымша енгізу есебінен жылу балансының кірістік бөлігін ұлғайту не конвертер қуысында СО-ның СО2-ге дейін толық жануын ұйымдастыру қажет. Әдетте жылу тасығышты қосымша беру. Бірінші, газ тәрізді немесе сұйық отынның жануын нәтижесінде металл сынығын алдын ала қыздыру үшін шілтерлер ретінде түптік үрлеуіштерді пайдаланумен. Екіншіден, түптік үрлеуіштер арқылы балқытпаға ұнтақ тәрізді көмірлі немесе коксты үрлеумен. Үшіншіден, конвертерге шихтаның төменгі қабаттарына көмірді үйумен және оны төменнен берілетін оттек ағыстарында жағумен жүзеге асырылады. Үрлеу кезінде оттекті ағыстың ваннамен өзара әрекеттесуі, үрлеудің батырылған режимі, оттекті конвертерді металды үрлеудің нақты жағдайларында балқытпа беті деңгейінің орны үрлеу барысында үздіксіз өзгереді. Көміртектің тотығу өзінің түріне қарай ірі бөлшекті
эмульсияға жақын болатын газ қош металл қоспасының түзілуі салдарынан ванна деңгейінің қарқынды көтерілуін тудырады. Үрлеудің басында және аяғында үрлеуіш ваннаның үстінде орналасады да, үрлеуді ашық ағыспен жүргізеді. Ваннаның көтерілуі нәтижесінде үрлеуіштің орналасуы өзгермегенде көміртектің қарқынды тотығуы кезеңінде тереңдетілген ағыспен үрлейді. Ол кезде ванна бетінің деңгейі үрлеуіш ұштығының кесу деңгейінен едәуір жоғары болады. Ванна көтерілгенде және газ қош металл эмульсиясының түзілуі күшейгенде реакциялық аймақтың бүкіл көлемі бақылтпаға батырылған болады және жұмыс кеңістігінің атмосферасымен тікелей қатынас болмайды. Баптизманский және Охотский көптеген зерттеулер негізінде оттекті жоғарыдан беру кезінде конвертерлік ванна құрылысының сұлбасын ұсынды. Жоғарыдан үрлеу кезінде үрлеуіштің соплалары арқылы ағатын оттекті ағыстар бірінші реттік реакциялық аймақты құрып ваннаға ендіріледі. Бірінші реттік реакциялық аймақтағы ағыстар жылдамдығы осьтен шет жаққа қарай таралып азаяды. Екінші реттік реакциялық аймақтың шекаралары аралығында металда ерітілген элементтері бар темір оксидтері реакциясының өнімдері, атап айтқанда көміртектің тотығу өнімдерінен тұратын газ көлемдері, көпіршіктері бөлінеді. Түйіршік тәріздес ұнтақтың санына сәйкес келетін көпіршіктер қош қабатында пайда болып және реакциялық аймақтан келетін газ көлемдерімен бірге кідіріп қождың көбіктенуін тудырады. Лақтырындыларды болдырмау үшін қождың көбіктену қарқындылығын, ваннаның деңгейін және оның ауытқуларын азайтуды қамтамасыз ету қажет. Яғни, қождың тотыққандығын, көміртектің тотығу жылдамдығын азайту үрлеуді талап етіледі. Конвертерлік балқыту технологиясы. Оттекті конвертерлерде пайдаланудың көп жылдық тәжірибесі шықтаны тиеудің келесі тәртібін барлық жерде орнатуға мүмкіндік берді. Алдыңғы балқытудан кейін босатылған конвертерге металл сынығын тиейді. Металл сынығы бар науаны алдын ала өлшейді және конвертерге күні бұрын жеткізеді. Металл сынығы конвертерге төгіледі. Металл сынығын конвертерге тиеген соң сұйық шойынның қажетті мөлшерін құяды. Шойын таситын шөміштері бар құрылғыны конвертерге алдын ала береді. Шойынды құю аяқталған соң конвертерді вертикал қалпына орнатады, оттекті үрлеуішті түсіреді де үрлеуді бастайды. Қож түзетін әк 85-90% кальцио, боксит 20-60% алюминий О2, 3-20 силициум 2, 15-45% феррум 2О3, әктас кальций СО3, плавикалық шпат кальций фтор 2 және қоспа материалдарды конвертерге алдын ала ұнтақталған түрінде 20-25 мм фракцияға дейін енгізеді. Мұндай материалдарды сусымалы деп атайды. Сусымалы материалдарды 3 тәсілмен береді. Біріншіден, барлық сусымалы материалдарды шойынды құйғанға дейін шойынның астына немесе тіпті металл сынығының тиегенге дейін конвертерге тиейді.
Екіншіден, сусымалы материалдарды жоғарыдан үрлеу барысы бойынша үздіксіз енгізеді. Үшіншіден, сусымалы материалдардың бір бөлігін жартысына жуығын үрлеудің басталуымен бір мезгілде қосады. Қалған бөлігін үрлеу барысы бойынша бірнеше минут ішінде үздіксіз енгізеді. Көбінесе үшінші тәсілді пайдаланады. Қазіргі заманғы конвертерде балқытудың ұзақтығы 30-45 минутты құрайды. Соның ішінде металл сынығын толтыру және шойынды құю 5-10 минут. Оттекпен үрлеу 12-17 минут. Сынамаларды төгу, іріктеу, температураны өлшеу 4-6 минут. Металл мен қожды төгу, шегенді тексеру және жөндеу 8-12 минут. Конвертерлік балқытуды былай келтіруге болады. Оттекті беру басталған соң конвертерде қоспалардың тотығу, ваннаның қызу және қож түзілу процестерінің бір мезгілде жүретінін ескертуге болады. Осы процестердің барлығы өзара байланысқан, сондай-ақ олардың жүру шиқта және қож түзетін материалдардың құрамы мен сипатына, үрлеуіш конструкциясына, оттектің қысымы мен жұмсалуына және үрлеудің ұйымдастырылуына байланысты. Ағыс әрекет ететін аймақтағы процестер. Конвертерлердің реакциялық аймағындағы физика-химиялық процестер айтарлықтай күрделі және көптеген факторлардан бір мезгілде әрекет етуіне байланысты. Мұнымен эксперименттік материалды алудың қиындықтары түсіндіріледі. Атап айтқанда, профессор Баптизманскийдің мектебімен дамытылған процестер туралы түсініктер аса көп таралды. Осы түсініктерге сәйкес реакциялық аймақ шартты түрде біріншілік және екіншілік деп бөлінуі мүмкін. Біріншілік реакциялық аймақта негізгі процесс тотықтырғыш газ металл бөлігінің шекарасында жүретін, үрленетін оттектің сіңірілуі болып табылады. Эксперименттік деректерге сәйкес бірінші реттік реакциялық аймақтың қож фазасында темір оксидтерінің мөлшері 90-98% дейін жетеді. Газ металл бөлігінің шекарасында оксидтер қабыршағы болғанда металл оттегін осы қабыршақ арқылы береді. Біріншілік реакциялық аймақта түзілетін негізінде темір оксидтерінен тұратын оксидтер қабаты ванна металлымен қатынасқа түседі. Бұл екіншілік реакциялық аймақ деп аталады. Онда кремний, марганец көміртегінің темір тотығымен тотығу реакциялары жүреді. Сондай-ақ оттек металда темірде ериді. Ертілген оттек араласу нәтижесінде еріту бетінен қандай да бір ара қашықтыққа ауысады. Онда кремний, марганец көміртегінің оттегімен тотығу реакциялары болуы мүмкін. Соңғы жылдары жүргізілген зерттеулер нәтижелеріне сәйкес ванна қоспаларының негізгі бөлігі реакциялық аймақ аралығында тотығады. Осыған орай көміртектің тотығу процесіне үлкен рөл бөлінеді. Реакциялар аймағында СО көміртек тотығы бөлінуі ваннаның араласуына мүмкіндік туғызады және масса тасымалдау процесін едәуір дәрежеде қарқындатады. Сонымен бірге оттекті жоғарыдан үрлеу кезінде конвертерде
металл көлемінің жеке бөліктерінде шамалы араласатын аймақтар болуы мүмкін. Яғни, ваннаның мөлшері біркелкі болмауы мүмкін. Қоспалардың тотығуы және қош түзілуі. Конвертерлік балқыту технологиясын қарастыру кезінде үздіксіз және бір мезгілде жүретін екі процесті оттекті қарқынды беру реакция аймағындағы тотықтыру атмосферасы және қош түзілуді, қош қабатының түзілуі, оның негізділігінің біртіндеп жоғарылауы және үрлеу барысында қош массасының ұлғаюы есепке алу қажет. Кейде оттекті конвертерде балқыту процесін шартты түрде екі кезеңге бөледі. Бірінші, қоспалар концентрациялары көміртегі кремний, марганец, фосфор айтарлықтай жоғары болғанда, екіншісі, ваннада қоспалар дерлік қалмағанда және темір қарқынды тотыққанда. Бірінші кезең кезінде қоспалардың тотығу қарқындылығы, жылдамдығы оттекті беру қарқындылығымен анықталады. Яғни, сыртқы масса тасымалдаумен шектеледі. Үрлеу қарқындылығы неғұрлым үлкен болса, қоспалардың тотығу жылдамдығы соғұрлым жоғары болады. Қазіргі заманғы кейбір конвертерлерде оттекті берудің 5-8 кубометр тонна минутына дейінгі қарқындылығына қол жеткізілді. Үрлеу қарқындылығы мұндай жоғарылаған кезде балқытудың жалпы ұзақтығы біршама азаяды. Әрі қарай кремнийдің, марганецтің тотығу, фосфор сыздану, көміртектің тотығу, күкіртті жою процестері жалғасады. Операцияның аяқталуы. Сонымен операцияның соңына қарай металдан шихтада болған кремнийдің барлығы, марганецтің көп бөлігі, барлық дерлік көміртек және фосфор мен күкірттің белгілі бөлігі жойылады. Ваннаның қайнауы тоқтатылады, ваннаның деңгейі төмендейді де, үрлеуіш ванна деңгейінен жоғары орналасқан болады. Реакциялық аймақтың көлемі және реакцияға түсу бетінің ауданы азаяды. Бұл кезеңде ванна компоненттерінің тотығу процестері сыртқы емес, ішкі диффузиялық режим бойынша жүреді. Процесс жылдамдығы оттекті келтіру және қош түзілу қарқындылығымен емес, реакция орнына сол немесе басқа қоспаны келтіру қарқындылығымен анықталады. Әдетте екінші кезеңде үрлеуді болатта көміртектің ерекше төмен мөлшерін алу қажет болған жағдайларда ғана жүзеге асырылады. Конвертердегі операцияның негізгі сатылары. Шартты түрде стандарттық конвертерлік балқытуды шихтада шамамен 75% сұйық шойын және 25% металл сынығы бірнеше сатыға бөлуге болады. Бірінші саты қатты шихтаны тиеу және сұйық шойынды құю. Екінші саты іске қосу кезеңі. Сұйық фазаның үлкен массасының түзілуі және оның ликвидус үстінен көміртектің тотығу реакциясының жүруін қамтамасыз ететін деңгейге дейін аса қыздырылуы процестерінен тұрады. Осы реакцияның басталу сәтін конвертершілер көбінесе балқытуды тұтату сәті деп атайды. Үлкен жүкті конвертерлер үшін шихтаның қатты және жартылай қатты құраушылары балқытуды тұтату сәтіне қарай конвертерге тиелген металл шихтасы массасының 70%-на дейін жетуі мүмкін.
Үшінші саты стационарлық режимде қарқынды көміртексіздену кезеңі балқытуды тұтату сәтінен көміртексіздену реакциясы едәуір баяулағанға дейінгі уақыт. Төртінші сатысы қорытынды, оған үрлеуді тоқтату, үрлеуішті көтеру, конвертерді қисайту және болатты шығару процестері кіреді. Конвертерлік болатты қышқылсыздандыру және қоспалау. Конвертерлік процестің екі ерекшелігі конвертерлік болатты қышқылсыздандыру және қоспалау технологиясын анықтайды. Біріншіден, оттекті үздіксіз беру, яғни барлық балқыту бойында газдық фазаның тотықтырғыш сипаты. Екіншіден, темір оксидтерінің активтілігі жоғары қождың үлкен массасы, металл массасынан 13-15%. Яғни қождың балқытудың аяғындағы жоғары тотық қандығы. Осыған орай қожда фосфордың айтарлықтай көп мөлшері болуы мүмкін. Егер қажетті шаралар қабылдамаса, онда қышқылсыздану кезінде фосфордың жартылай тотықсыздандырылуы және оның қождан металға өтуі мүмкін болады. Осыған байланысты қышқылсыздандыру және қоспалау операцияларын жүргізгенде бір қатар технологиялық тәсілдерді пайдаланады. Біріншіден, балқыманы шығару кезінде металлы бар шөмішке соңғы қождың түсуін болдырмау шараларын қабылдайды. Бұл тәсілді кейде қожды айыру деп атайды. Қожды қойлату мақсатында конвертерге доломит үлесін лақтыру. Керек сәтте ағын өзекке қысылған ауаны беру кезінде қожды пневматикалық айыру және тағы басқалар. Алайда осы тәсілдердің барлығы қождың шөмішке түсуін толығымен болдырмауға мүмкіндік бермейді. Бірақ шөмішке түскен қождың мөлшерін азайтады. Мәселені әзірше шешілген деп есептеуге болмайды. Қышқылсыздандыру операцияларын шөміште жүргізеді. Сынама металдағы көміртек мөлшерінің болаттың берілген маркасынан төмен болғанда, шөмішке көміртек мөлшері бар материалдардың әдетті графит ұнтағының қажетті мөлшерін енгізеді. Кейбір кәсіп орындарда металды 0,05-0,07% көміртегіге дейін үрлейді. Сонан соң шөмішке көміртектің берілген маркалы болатты алуға қажетті мөлшерін енгізеді. Көміртектендіру мен жұмыс жасау деп аталады. Балқытуды шиқталау. Оттекті конвертер шиқтасының құрамына сұйық шойын, металл сынығы, әк, қатты тотықтырғыштар, темір рудасы, шекем тастар, агломерат, балқыту шпаты кіреді. Бұл материалдардың жұмсалуы шойынның құрамымен, оның температурасымен және қорытылатын болаттың маркасымен анықталады. Балқытуды шиқталау факторлардың мүмкіндігінше көп санының әсерін есепке алғанда, осы материалдардың жұмсалуын анықтаудан тұрады. Зауыттардың конвертерлік цехтарында 1 тонна болатты қорыту үшін шихтаның металл бөлігінің жұмсалуы мынаны құрайды. Шойынды 780-820 килограмм, металл сынығын 280-300 килограмм. Жылулық режим. Конвертерден шығарылатын болат 1600-1660 градус температураға дейін қыздырылуы тиіс. Бұл кезде оттекті конвертерге құйылатын шойынның температурасы әдетте
1300-1450 градус болады. Болатты қожды пайдаланған газдарды қыздыру, сондай-ақ балқыту кезінде жылу шығындарының орнын толтыруға арналған жылу көзі шойын қоспаларын тотықтыру кезінде бөлінетін жылу болып табылады. Конвертерлік балқытуды салқындатқыштар ретінде болат сынығын, темір рудасын, әктасты, от қабыршықты, темір руда агломератын және шекем тастарды, доломитті және тағы басқаларды пайдалануға болады. Әдетте болат сынығын пайдаланады. Бұл оның болаттың құнын төмендетіп, қымбат тұратын шойынның едәуір бөлігін ауыстыру арқылы түсіндіріледі. Сонымен бірге, шойынның шығыны төмендегенде шойынды қорыту, коксты өндіру, темір рудаларын өндіру және байыту бойынша қосымша қуаттарға қажеттілік болмайды. Шаң түріндегі шығындар үрлеуіш астындағы реакциялық аймақта температураның жоғары болуынан 2000-2600 градус көп темір буланады. Конвертердегі булар жартылай негізінде феррумға дейін тотығады және дисперстік бөлшектер түрінде пайдаланылған газдармен әкетіледі. Конвертерден тыс ауамен қатынасқанда шаң бөлшектері қоңыр бояуы бар феррум 2O3 дейінге лезде тотығады. Осыған байланысты шаңы бар бұл газдарды қоңыр түтін деп атайды. Шаңның мөлшері 250 грамм кубометрге газға дейін жетеді. Темірдің шаңмен бірге шығындары 1%-ға жуық шаманы құрайды. Үрлеу ұзақтығы қысқарғанда бұл шығындар азаяды. Техникалық көрсеткіштер. Конвертерлік цехтарда металл шихтасының жұмсалуы 1120-1165 кг тонналық болатты құрайды. Конвертерлерді жөндеуге шайырмен байланысқан отқа төзімділер жұмсалуы 2-5 кг тоннасына. Цех бойынша отқа төзімділердің жалпы шығыны 10-21 кг тоннаға. Әктің шығыны 6-8%. Балқыту шпатының шығыны 0,15% құрайды. Оттықты үрлеуге кететін шығыны 47-60 кубометр тоннаға тең. Сұйық болаттың металл шихтасының массасына қатысты шығысы үрлеу кезінде металл шығындарының шамасымен анықталады және әдетте 89-91% құрайды. Түзілетін қождың мөлшері балқыту массасынан 11-17%-ға тең. Пайдаланылған конвертерлік газдардың мөлшері 4-10 кубометр тонна минутында тең. Оттекпен үрлеу қарқындылығы неғұрлым жоғары болса, ол соғұрлым көп болады. Балқыту барысын автоматтық басқару жүйелеріне келесі операцияларды орындау жүктелген. Біріншіден, шихтаның құрамы туралы ақпаратты алу және берілген маркалы болатты алу үшін шихта материалдарының қатынасы мен мөлшерін есептеу. Екіншіден, қоспаларды тотықтыру үшін қажетті оттектің мөлшерін, сондай-ақ салқындатқыштар мен қош түзушілердің шығынын есептеу. Үшіншіден, ваннаға салқындатқыштарды мен қош түзушілер қоспаларын енгізу сәтін анықтау. Төртіншіден, оттекті беру қарқындылығын және балқыту барысында оттек үрлеушінің орнын, биіктігін реттеу. Бесіншіден, балқыту барысында металлдың температурасын және құрамын автоматтық бақылау. Алтыншысы, үрлеу
аяқталған сәтті анықтау. Басқару үшін статикалық та, динамикалық та әдістерді қолданады. Статикалық әдістер үрлеу соңында талап етілетін параметрлерді алу үшін кірістік параметрлер туралы бастапқы ақпаратты пайдалануға негізделген. Балқыту процесін басқарудың динамикалық, яғни барысында өзгеретін әдістері біріншіден кері байланысты жүзеге асыру үшін процесс барысы туралы үздіксіз ақпаратты алумен және екіншіден әсерлерді динамикалық басқарушыларды жасаумен сипатталады. Мысалы, балқыту барысында оттек шығынының немесе металл құрамы туралы алынған деректерге байланысты үрлеуіш орнының өзгеруі және тағы сол сияқтылар. Статикалық әдістердің көмегімен шихтаның оның құрамы туралы ақпаратқа байланысты қоспаларды тотықтыруға қажетті оттектің балқытудың аяғында металдың талап етілетін температурасын алу үшін енгізуге қажетті салқындатқыштардың операцияның аяғында қажетті құрамды қожды алу үшін қож түзушілердің мөлшерін айтарлықтай дәлдік дәрежесімен анықтауға болады. Басқарудың динамикалық әдістерінде ваннаның құрамы мен температурасы туралы үздіксіз алынатын ақпараттың негізінде оттекті үрлеуіштің орнын, оттекті беру қарқындылығын үздіксіз реттеу жүзеге асырылады. Сондай-ақ үрлеуді аяқтау сәті анықталады. Сенімді ақпаратты пайдалану кезінде балқыту барысын айтарлықтай дәлдік дәрежемен бақылауға және реттеуге мүмкіндік беретін конвертерлік процестің динамикалық модельдері және бірқатар алгоритмдер әзірленген. Оттекті конвертер тәсілі конвертердің үлкен сыйымдылығы мен 300-350 тонна жақсы реттелуімен және болаттағы фосфордың, күкірттің және азоттың төмен мөлшерімен әртүрлі химиялық құрамдары бар шойын мен темір сынықтарын пайдалану мүмкіндігімен сипатталады. Екіншіден, конвертердің жоғары өнімділігі мартен мен электр доғалық пештердің сағаттық өнімділігі 140 тонна сағатына аспайды, ал конвертерлерде 400-500 тонна сағатына дейін болат өндіріледі. Үшіншіден, күрделі жұмсалымдардың аз болуы. Төртінші, процесс оңай автоматтандырылады. Бесіншіден, үздіксіз құю үшін ыңғайлы болып саналады. Бірінші, оттек конвертерде қорытылатын қорытпалар конвертердің негізгі бөлшектерін атау, шикізаттардың түрлерін баяндау. Бірінші, реакциялық аймақтағы реакцияларды талдау. Бесінші сұрақ, екінші реакциялық аймақтағы реакцияларды талдау. Алтыншы сұрақ, конвертерлік процестің артықшылықтарын атап айту. Жетінші, құрамы, температурасы және көлемі берілген болат өндіру. Сегізінші сұрақ, тиісті құрамды қож алу және қожда темір жоғалтуды өте азайту. Тоғызыншы сұрақ, агрегаттың максималды өнімділігін қамтамасыз ету. Оныншы сұрақ, процеске минималды шығын жұмсау. Осы сұрақтарды үйде дайындап келіңіздер. Студенттер сендерге ұсынатыным осы сұрақтарды үйде дайындап келесі сабақта талқылаймыз.
Тыңдағандарыңызға көп рахмет.